Сәлем бәріне, бүгін 27-ші параграфтың есептерін шығарамыз. Ал бастайық. Бұл ең бірінші есеп, 27-те бірінші есеп. Бұл жерде бізде А нүктесі y-тен x-тен 1 функциясының графигіне тиісті мекенін табу қажет. Ал бастайық. Ең бірінші мен сіздерге айтқым келетіні, бұл жерде x пен y қайсы екенін таба білу керек. X бізде все әдемі мына жер болады. Ал y саны мына жерде тұрады, мынау жер. Яғни бұл жерде бізде y 0,15 жазып алайық. 0,15 тең және де 1 бөлінген мына жерге x міне 2, міне осы жазып аламыз. Енді 0,15 тең 1 бөлінген 2 бізде шығады 0,15. Яғни 0,15 тең 0,15-ге. Бұл жерде бізде тиісті болады. Келесі екіншісінде бізде x бізде бұл минус 3 болса, y бізде 4,3 санына тең. Яғни 4,3-ті жазамыз да 1 бөлінген минус 3 жазамыз. Яғни минус мына жер жазамыз. Мұны тұра берсін. Енді бұл жерде бізде тиісті емес, байқасаңыздар, себебі 1-ді минус 3-ке бөлген кезде басқаша сан шығып кетеді. 4,3 санына тең емес, яғни тиісті емес. Келесі үшіншісінде бізде x бұл минус 10 болса, ал y минус 0,11 саны. Яғни мен негізінде бөлшек санға айналдыру керек 0,11-ді. Бірақ та мен осы жаза беремін. Және де 1-ді бөлеміз минус 10-ға, яғни минус метр жазып қойдым. Енді 1-ді 10-ға бөлген кезде шығады 0,11, яғни 0,11 тең 0,11-ге, яғни бұл жерде тиісті деген сөз. Бұл жерде бізде минус 5 шықса, мына жерде де минус 5. Бұл бізде тиісті деген сөз. Егер түсінбей жатсаңыздар, мына жердегі бөлшек сандарды мысалы 1-ді 5-ке бөліңіздер, минус 1-ді 5-ке бөліңіздер, сонда минус 5 саны шығады. Сонда біз тиісті немесе тиісті емескенін біле аламыз. 27-те екінші есепте y-тен x-тен 3 функциясының графигін салыңдар. График бойынша x-тен минус 3, минус 0,16 және де 5 және де 30 мәндерден сәйкес функцияның мәндерін анықтаңдар деген. Яғни бұл жерде бізде x минус 3-ке тең болса, мысалы мына жерде y нешеге тең екеніміз таба білуіміз керек, және де графикке орналастыруымыз қажет. Бұл жерде біріншісінде x-ның орнына сандарды қойдым. Енді осы функцияға орналастырып қарайық. Бізде мысалға міне 3-ті бөлеміз минус 3-ке, яғни x-тің орнына минус 3-ті қойуымыз керек. Сонда 3-ті минус 3-ке бөлген кезде шығады бізде минус 1 саны. Ал егерде x-тің орнына минус 0,16 санын қой десе, 3-ті минус 0,16-ға бөлеміз. Сол кезде бізде шығады минус 5 саны. Егерде x-тің орнына 5 санын қой десе, бізде шығады 0,16 саны. Яғни бұл жерде уже плюс сан шығады. Келесі x-тің орнына 30 санын қой десе, бұл жерде бізде 0,11 саны шығады y. Мына жерде табуымыз керек бізде y-ті. Ал екіншісінде бізде керісінше x табу керек. Бұл жерде бізде y мәні берілген. Y-тің орнына біз минус 2-ні қоямыз. Минус 2 тең 3 бөлінген x деп тұр. Сонда минус 2 шығу үшін x-тің орнына қандай сан қою керек? Бұл жерде бізде ойлана білу қажет. Сонда мына жерде бізде плюс саны болып тұрғандықтан, біз мына жерге минус 1,5 саны қойсақ, бізде минус 2 саны шығады. Егерде минус 1,5 саны қойсақ мына жерге, бізде x шығу керек минус 2-ге. Ал егерде 0,15 саны қойсақ y-тің орнына, онда бізде x 6 санына тең болады. Ал егерде y-тің орнына 2,15 саны қойсақ, бізде x 1,2 санына тең болады. Y-тің орнына 4 санын қойсақ, x бізде 0,175 санына тең.
Дәл осыны бізге графикке орналастыру қажет. Көрсетейін қазір. Енді орналастырайық. X бізде минус 3-ке тең болса, міне 1, 2, 3-ке тең болса, y минус 1-ге тең, яғни мына жер. Ручкадан нүктемен білдіремін. Егер де x минус 0,16-ға тең болса, y минус 5-ке тең, яғни минус 0,16 ол бізде мына жерде, міне аралығы мына жерде. Y минус 5-ке 1, 2, 3, 4, 5, және де міне. X жағынан 5-ке тең болса, міне 1, 2, 3, 4, 5, мінекей. Y 0,16-ға тең, яғни бұл бізде мына жер. Ал егерде X 30-ға тең болса, 30-да біз белгілей алмаймыз, сол себепті 6 деп ала салайық 30-ды. Ал Y 0,1-ді осылайын белгілей салайық. Енді осыны біз үстіп қосып жіберуіміз керек. Достар, егер бұл жерде сіздерге түсініксіз болып жатса, қазір сіздерге бір программа арқылы көрсетейін. Бұл программа арқылы біз мына функцияны графикке орналастыра аламыз, яғни қалай орналасатынын білетін боламыз. Ал мысалға y тең 3 бөлінген x деп тұр. Осыны жазайық. Мінекей, бізге міне көрсетіп тұр. Өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Жақындатайық міне. Мінекей, өйстіп көрсетеді міне. Сызықты міне. Дәл осыны дәптерге сызып алсаңыздар болады. Бұл жерде дәптерге сызып алу, қалай сызып алу деген не жоқ. Қалай сызықтар орналасатынын түсіне білу керек бізге. 27-3 есепте бізде бұл жерде функциялар берілген, және координаталық жазықтықта салыңдар деген. Ал көрсетейін, міне бізде y тең 2 бөлінген x деген осындай функция берілген. Осы функцияда біз x-тің орнына кез келген сан қоюымыз керек. Мінекей, сонда x-тің орнына мысалға біз минус 2 сан берсек, бізде y минус 1 санына тең болады. Ал егерде минус 1 санын қойсақ, мына x-тің орнына бізде шығады минус 2 саны. Ал егер жағына 1-ді берсек, y 2-ге тең болады. 2-ні берсек 1-ге тең болады. Дәл солай екінші функцияда қарасаңыздар, міне x-тің орнына минус 4 сан берсек, мысалға минус 4-ті, y минус 1-ге тең болады. Ол минус 4-ті минус 4-ке бөлген кезде минус 1 сан шығады. Келесі минус 2-ні қойсақ, минус 2, 4-ті минус 2-ке бөлсек, минус 2 сан шығады. Ал егерде минус 1 сан берсек, шығады минус 4 саны. Ал егерде жағына 1-ді берсек, шығады 4 саны. Ал егерде 2 сан берсек, бізде шығады 2 саны. Үшінші функцияда бұл жерде ең оңай сандарды қойық. Мысалға минус 2 санын қойсақ, минус 2-ні минус 2-ке бөлсек 1 сан шығады. Минус 1 санын қойсақ, шығады бізде жай ғана 2. Ал егер жағына 1-ді қойсақ, бізде шығады минус 2 санын. Ал егер 2-ні қойсақ, шығады минус 1 санын. Үшінші функцияда минус x-тің орнына минус 4 санын қойсақ, y бізде шығады 1 санына тең болады. Ал егерде жағына минус 2 санын қойсақ, шығады 2 саны. Ал минус 1 санын қойсақ, шығады 4 саны. Жағына 1-ді қойсақ, минус 4 саны шығады. 2-ні қойсақ, минус 2 саны шығады. Бесінші функцияда қарасаңыздар, бұл жерде x-ның орнына мысалға минус 1 санын қойсақ, мысалға минус 1-ді 0,15-ті минус 1-ге бөлсек, шығады минус 0,15 саны. Ал егер жағына минус 0,15 санын қойсақ, шығады минус 1 саны.
Келесі 0,15 саны қойсақ, шығады 1 саны. 1-ді қойсақ, шығады 0,15 саны. Мінекей, осылайынан біз жазып аламыз. Содан соң бұл жерде бізде бұларды графикке орналастыру қажет. Қазір көрсетемін. Бірінші функциядан бастайын. Егер де минус x минус 2-ге тең болса, міне мына жер, y минус 1-ге тең, мына жер точкасы. Егер де минус 1-ге тең болса x, y минус 2-ге тең, мына жер. X 1-ге тең болса, y бізде тең 2-ге, міне 1, 2, мына жерге. Егер де x 2-ге тең болса, y 1-ге тең, мына жер. Қосайын, мысалға, міне. Дәл солай мына жерде өйтіп істеп жіберейін. Екінші функцияда, мысалға, x минус 4-ге тең болса, міне мына жер, y минус 1-ге тең, мына жер, міне. Егер минус 2-ге тең болса, y минус 2-ге тең, мына жер. Минус 1-ге тең болса, минус 4-ге тең, 4, мына жер. Егер жағына 1-ге тең болса, 4-ге тең, мына жер. 2-ге тең болса, 2-ге тең, мына жер. Дәл солайынан қосамыз, міне. Мына жер. Достар, егер сіз мына жерде сызықтарды түсінбей жатсаңыздар, қатты сөкпеңіздер, себебі камераның алдында түсіру өте қатты қиын. Енді үшінші функцияда x минус 2-ге тең болса, y 1-ге тең, мына жер, міне. Ал егерде минус 1-ге тең болса, y 2-ге тең деп тұр, міне. Ал егерде 1-ге тең болса, минус 2-ге тең, мына жер астысында. 2-ге тең болса, минус 1-ге тең, мына жер, міне. Енді осы жерді қосайық. Мінекей, осылайынан. Төртінші функцияда x минус 4-ке тең болса, мына жер, y 1-ге тең, мына жер, мінекей. Егер минус 2-ге тең болса, y яғни 2-ге тең, мына жер, міне. Минус 1-ге тең болса, 4-ге тең, мына жер, міне. Қосып алайық. Келесі 1, x 1-ге тең болса, y минус 4-ге тең, 1, 2, 3, 4. Міне мына жер. X 2-ге тең болса, y минус 2-ге тең, міне мына жер. Осылайынан шығады. Енді ең соңғы функцияға қарайық. Бұл жерде міне x минус 1-ге тең болса, y 0,15-ге, яғни мына жер жартысы. Егер де минус 0,15-ге, мына жер, міне. Онда y минус 1-ге тең. Осы 2 точка, міне. Егер де жағына 0,15 болса, мына жер, міне, мына жер болса, мына жер, міне. Ал егер де x 1-ге тең болып тұрса, ал y 0,15-ге тең болса, мына жер, міне. Дәл солай нүктені қосамыз. Нүкте симметричный сияқты болып тұрса, кешірім өтінемін. Енді мына функцияны мысалға сіздер мына жерден түсінбей жатсаңыздар, осы программа арқылы көрсетейін. Міне y тең 2 бөлінген x, міне 2 бөлінген x. Міне бізде автоматически осылайна көрсетіп жібереді. Міне мына жер және де мынау сызық. Мен сіздерге бағана көрсеткен едім мына жерде. Екінші y тең 4 бөлінген x болса, дәл осы жер, міне мына жер және де мына жер. Астына жазайық.
егерде y-тен минус 2 бөлінген x болса, мына жер көрсетіп тұр, міне, мына жерде. Төртіншісінде y-тен минус 4 бөлінген x болса, мына жер, міне, мына жерде аралығының біреуінде. Ең соңғысында, міне, ең соңғы y-тен 0,5 бөлінген x болса, бұл міне мына жер кішкентай тұр ғой, осы жер. Менің ойымша сіздерге түсінікті деп ойлаймын, міне, алыстан көрсетейін. Ал егер жақынан қарайтын болсақ, осылайынан көрінеді. Менікіне ұқсас, бірақ та менікі симметричный сияқты болып тұр. 27-те төртінші есепте бұл жерде бізде y-тен минус x-тен 5 формуласымен берілген. 27-де үшінші кестені толтырыңдар деген. Сонда x-тің орнына бізде минус 5, минус 2, және де минус 1, 1, және де 2, және де 5 сан берген. Енді осыларды минус 5-ті мысалға x-тің орнына қою керек. Немесе минус 2-ні x-тің орнына, минус 1-ді x-тің орнына қойып, бөліп, y-ті сол кезде мәнін нешеге тең болатынын қарау қажет. Сонда минус 5-ті x-тің орнына қойсақ, y бізде шығады жай ғана 1 санына. Өздеріңіз қойып көріңіздер, минус 5-ті минус 5-ке бөлген кезде 1 сан шығады. Минус 5-ті минус 2-ге бөлсек, шығады 2,5, минус емес. Егер минус 5-ті минус 1-ге бөлсек, шығады жай ғана 5 саны. Яғни минус пен минусты бөлген кезде плюс саны шығады. Минус 5-ті 1-ге бөлсек, минус 5 саны шығады. Минус 5-ті 2-ге бөлсек, шығады бізде минус 2,15. Минус 5-ті 5-ге бөлсек, минус 1 саны шығады. Бұл жерде бізде функцияны графикке орналастырыңдар демеген, сондықтан да орналастырмаймыз.